Өскемен қаласындағы ауруханалардың бірінде жұмыс істеген медбике көзімен көрген мистикалық оқиғаны баяндап берді. Оның айтуынша, осыдан 5 жыл бұрын емханаға сығандардың жасы келген бароны түсіп, қайтыс болады. Марқұмның туыстары өлімге аурухана дәрігерлерін кінәлап, оларды қарғап кеткен. Осы оқиғадан кейін аурухана қызметкерлері шетінен ажал құша бастаған, деп жазады nor.kz сайты. Бұл мистикалық оқиға Алаш айнасы басылымында жарияланған екен. Облыстағы ауруханада біраз жыл жұмыс істедім. Осыдан 5 жыл бұрын бүкіл жұрттың есінде қалған жантүршігерлік оқиға болған еді. Бір күні ауруханаға қатты ауырып сығанның бароны түсті. Өкінішке қарай, жасы келіп қалған баронды дәрігерлер аман алып қала алмады. Барон қайтыс болды. Қайтыс болған естіген баронның туыстары ауруханаға келіп, дәрігерлерді кінәлай бастады. Біраз уақыттан соң сығанның 3 әйелі шаштарын жайып жіберіп, қолдарын аспанға созып, өз тілдерінде бірдемелер оқып, су шашып, аурухананы айналып жүріп алды. Басында мән бермесек те, адам емеспіз бе, сыртқа шығып көрдік. Әйелдердің бұл қылықтарына таңғалған күзетте тұрған жігіттер оларды қуа бастады. Осылайша ол оқиға ұмыт болды, деп әңгімесін бастады медбике. Ал арада бір айға жуық уақыт өткенде барон түскен хирургия бөлімінде оқуды жаңа аяқтап келіп, 3 ай ғана жұмыс істеген жас хирург еш себепсіз асылып қалды. 2 аптадан соң сол бөлімдегі травматолог жігіт те жіптен қайтыс болды. Өзінің өмірін қиятындай, ол жігітте еш себеп жоқ сияқты. Қызметте, елдің алдында үйіп отырған отбасы бар. Жағдайы жақсы азамат еді. Ешқашан өмірден түңіліп, көңілсіз жүрген көрген емеспіз. Ол біздің есімізде тек ақ көңіл, мықты маман, сыйлы отағасы ретінде қалып қойды. Ол жігітті де бүкіл ұжым болып, о дүниеге шығарып салдық. Түнгі кезекте дастархан жайылып, әріптесіміздің жақсы істерін айтып, еске алып отырдық. Түнгі сағат 1-лер шамасы. Сол отырыста өте мықты дәрігер аяқ астынан жүрегі тоқтап қайтыс болды. Тілге де келіп үлгермеді. Қаншама дәрігерлер қасында отырса да аман алып қала алмады, деді ақ халатты әйел. 3 адамның тұтқиылдан келген ажалы бөлімше қызметкерлерін есеңгіретіп тастаған. Осылай күндер өтіп жатты. Еш жия бастаған уақытта жасы 40-қа жақындаған, білімді де білікті хирург жігіт өмірден өтті. Ол жігіттің де жүрегі тоқтап қалыпты. Өмірі ауырдым деп қыңқ етпеген азамат бір-ақ күнде өмірмен қош айтысты. Артында ұлы мен қызы қалды. Қайғылы оқиға бұнымен де тоқтамады. Жасы 60-тарға келген бірінші санатты орыс хирургте қайтыс болды. Негізінен ол кісінің жүрек талмасы бар еді. Үнемі дәрі-дәрмек қабылдап, күтініп жүретін. Бұл оқиға осы хирургия бөлімінің ұжымын одан сайын есеңгіретіп жіберді. Талай жас дәрігерлер тәрбиелеп, мыңдаған адамды ажалдан алып қалған ағайымызбен де қимай қоштастық. Деген медбике осы адам өлімінен кейін ұжымдастарының ойлана бастағанын айтады. Бірінен соң бірі себепсіз көз жұмған мамандардың жұмбақ өлімінен соң дәрігерлер арасында күдік пен қорқыныш үдей бастады. Кейде тіпті әзілдеп, келесі кезек менікі болар деген сөздер де айтылып жатты. Дәрігерлердің ажалы мұнымен тоқтамады. Ұжымда жасы 38-дегі орыс хирург жігіттен обыр ауруын тауыпты. Ол дәрігер де араға көп уақыт салмай көз жұмды. Осыдан кейін әріптестер арасында осындай ауыр қайғы барон өлгеннен соң басталды. Сол жамандық 3 сыған әйелінен келді деген жорамалдар пайда болды.
шынымен де ойлана бастағандаймыз. Көбі орыстанып кеткен халық ондайға сене бермейтін. Сап-сау жүріп, бір күнде ажал құшқан азаматтар өлімі сендірмей қоймайды, деп аурухана маманы әңгімесін жалғастырды. Медбикенің айтуынша, 6 адамның ажалынан соң білімше қызметкерлері қарғыс туралы мәлімет іздестірген. Тіпті мешіт пен шіркеуге барып, кеңес алып, қарғысты тоқтату жоралғыларын жасаған. Орыстар шіркеуден поп, қазақтар мешіттен молда келіп, құрбандық шалып, Құран оқытып, дұға тілейді. Осыдан кейін жамандық тыйылғандай болады. 2 айдай соң жас үлкендеу анестезиолог дәрігер аяғының астынан қолын қотыр басып кетеді. Қабылдамаған емі бармаған жері қалмаған хирург келесі кезек менікі шығар деп үнемі көңілсіз болып жүреді. Бірақ бір күні таңғажайып оқиға болып, аяқ астынан оның қотырлары өзінен өзі жазылып, орында тек тыртық қалады. 1 айдан соң тыртықтың ізі де қалмады. Сонымен 6 азаматтың өмірін алып, 1 азаматтың қолына жара шыққан жаман оқиға осымен тоқталды. Бірақ ондай мықты дәрігерлер ортамызда енді жоқ. Өкініштісі сол. Әттеген-ай, осының бәрін ерте ойластырып, қан шығарып, құрбандық шалып, дұға жасағанда осы қайғылы оқиғалар болмас па еді, деп ұжымдастарым өкінішпен айтып жүрді. Кейде мүмкін ол қарғыс емес, жай ғана сәйкестік пе деп те ойлаймын. Бірақ сап-сау жүрген азаматтардың бірінен соң бірі көз жұмғанын ойласам, қарғыс емей немене деп қаламын. Сиқырдың сырын меңгерген сырғандар қарғысының салдары өте ауыр екеніне көзім жеткендей, деп медбике әңгімесін аяқтады. Ақпарат көзі alashayнасы.kz интернет порталынан алынды.